Бұл Анай консалт компаниясы сіздерге AMA-CRM системасында рассылка жіберуді көрсетемін бүгін. Ол үшін біз мына 3 нүктені басамыз. Ол жердегі массовые действия деген батырманы басқан кезде мына жердегі сделкаларды таңдай аламыз. Маған рассылканы тек қана осы 2 сделкаға жіберу керек. Басқа сделкаларға жіберіп қажеті жоқ. Сондықтан мен осы 2 сделканы ғана таңдаймын. Сосын написать в мессенджере батырмасын басамын да, осы жерге керек маған текстті жазамын. Мысалға тест рассылка. Енді осы жерде міндетті түрде всем найденным деген батырманы өшіру керек. Егер де өшірмеген жағдайда не болатынын кейін көрсетемін. Отправить батырмасын басамыз. Осы жерде оқимыз. Сообщение будет отправлено в 2 сделки. Осы жердегі сіздің таңдаған сделкаларыңыздың саны мен осы жердегі сан екеуі тең екенін міндетті түрде қараңыз. Сообщение жібереміз. Кішкене күтеміз. Міне менің тестовый рассылкам келді. Екінші номерге де келді. Енді егер де біз бағанағы таңдаған кезде сен найденным дегенді өшірмейтін болсақ, онда бұл жерде қарап тұрғандарыңызды 279 сделканы шығарып берді. Сонда бүкіл AMA-CRM бүкіл аккаунттың ішіндегі барлық тапқан сделкаларға жіберіп қояды рассылканы. Сондықтан біз міндетті түрде бағанағы галочканы алып тастауымыз керек.